бір жақ пайдаға кенеліп жатса, екінші жақ зардап шегіп жүр. Ол әйел адамның өзі инфаркт алып мүгедек болып қалды. Қазіргі уақытта екінші топтағы мүгедек құқығын дұрыс қорғай алмайды. Енді ол күйеуі соны пайдаланып үйді сатып жіберген. Біреулер пара бер деп отыр деген әңгіме жазылса ше. Штрафқа түсіп жатады. Адамдарда қызық, қалай қайда тығылам дейді сонда. Қайырлы күн қымбатты көрермен, бұл My Prime Time арнасы. Менің есімім Дана Нұржігіт. Менің YouTube арнама жазылу және менің көрерменімнің қатарын көбейтем десеңіздер, құба-құп нұр үстіне нұр болар еді деп айтамыз. Бүгін біздің студиямызға арнайы қонағымыз келіп отыр. Тілек мырза, көп рахмет келгеніңізге. Мен өзіңізбен хабарласқан кезде не айтамыз деп сіздің де сауалыңыз болды. Қазір қоғамды мазалап жүрген, қоғам өкінішке қарай қармаққа түсіп қалатын, қақпанға түсіп қалатын жағдайлар көбейіп жатыр ғой. Алаяқтыққа да байланысты, коррупцияға да байланысты деген сияқты. Соған орай бірнеше кейс, сіздің қолыңыздан өтіп жатқан істерді ашық айтуға әрине құқым жоқ, бірақ дегенмен осындай өмірде болады. Абай болыңыз дейтіндей оқиғаларды айта кетсеңіз деп едім. Сәлеметсіз бе? Көп рахмет Дана ханым бүгінгі хабарға шақырғаныңызға. Менің ойымша бұндай хабарлар ең алдымен халықтың құқықтық сауаттылығын, құқықтық білімін көтеруге өте үлкен өзінің үлесін қосатын бағдарламаның бірі. Осындай бағдарламаға келген кезде біз заңгерлердің тарапынан өмірде болып жатқан оқиғалар, өзіміздің тәжірибемізде кездесіп жатырған істер жөнінде әңгімелегіміз келеді. Оның басты мақсаты халыққа заңды түсіндірумен қатар өмірдегі болып жатырған қылмыстардан қалай сақтану керектігін алдын ала білсе екен, өздерінің құқықтарын білсе екен деген мақсат. Енді менің негізгі қызметімнің бағыты бұл қылмыстық істер бойынша мен көмек көрсетемін, яғни негізінен экономикалық, сыбайлас жемқорлық қылмыстары бар. Сонымен қатар көптеген азаматтар маған өзінің жеке мәселелері бойынша, яғни азаматтық істер бойынша да көптеп хабарласады, таныстары арқылы келеді. Олардың көбі енді халыққа қажеті деп айтатын болсам, ең алдымен мына ерлі зайыптылардың ортасында көптеген дау туындайды қазір. Енді өзіңіз көтеріп жүрген сталкинг мәселесімен де қатар әйелдердің мүліктік құқықтары көп жағдайда бұзылып жатады. Бұған не себеп, не жағдай негіз болды деген сұрақ туындайды ғой. Бұл да айналып келгенде халықтың құқықтық сауаттылығының жоқтығы, құжаттарға уақытында мән бермеуі, өздерінің мүліктерін тіркеген кезде әртүрлі біреудің атына тіркеу, жасыру деген осы біздің халықтың арасында көптен көп кездеседі. Мысалы, ерлі зайыптылар ұзақ уақыт бойы некесін ресми түрде тіркемей жатады. Азаматтық некеде тұрады. Ол енді қазіргі біздің отбасы және неке және отбасы туралы кодекске сәйкес кез келген мүлік ортақ мүлік болып саналады. Ол егер де неке ресми түрде тіркелген кезден бастап алынған болса. Ал егер неке ресми түрде тіркелмеген жағдайда ол мүлік, ол мына халыққа қызмет көрсету орталықтарында, әділет органдарында мүлікті тіркеген кезде, егер ерлі зайыпты ресми некеде болмаса, ол мүлік кім сатып алды, кімнің атына тіркелді, тек қана бір ғана жұбайдың атына ғана тіркеледі. Сондай ғана себеппен мен өзіме бір әйел адам хабарласты. Күйеуімен 98 жылдан бері некеде бірге тұрады екен, ерлі зайыпты болып, бірақ некелерін ресми түрде тіркемеген. 10 жылдан кейін барып 2008 жылы барып тіркеген. Ал 98 бен 2008 жылдың ортасында олар жер алады, ол жерге үй салады. Енді ерлі зайыпты болып ортақ шаруашылық жүргізгеннен кейін сондай қалыпты жағдай ғой.
Енді 98-ден осы күні кеше 2024 жылға дейін бірге тұрып келеді де әртүрлі жағдайлармен ажырасуға деген Бел шешім болады, қабылдады. иә. Бел болады. Ол әйел адамның өзі инфаркт алып мүгедек болып қалды. Ойбай. Қазіргі уақытта екінші топтағы мүгедек, құқығын дұрыс қорғай алмайды. Енді ол күйеуі соны пайдаланып үйді сатып жіберген. Ана әйел адамның емде жүргенін пайдаланып. Ол бәрі не себептен, неден осы жағдай туындап тұр деген сұрақ туындайды ғой. Ол да манағы айтып отырғандай некені уақытында тіркемеу, үйдің жер үй сияқты мүліктер алынып жатқан кезде оған өзінің құқығын уақытында тіркемеу. Заңды түрде қарайтын болсақ, нотариусте ол шартта рәсімдеген үйді сатып жіберген күйеуінің ешқандай заң бұзушылығы жоқ. Себебі үй тек қана күйеуінің атында. Жалғыз ғана қожайын. Жалғыз ғана қожайын. Қазіргі уақытта сол бойынша сот жүріп жатыр. Енді бұл жерде ол екі ерлі-зайыптың 98 жылдан бері бірге тұрып келе жатырғаны. Ал оны дәлелдейтін адамдар жиналса ше, куә ретінде. Куә ретінде адамдар жауапты алып жатыр, иә. Көршілері, туысқандары, ортақ таныстары деген сияқты. Енді бірақ заңда нақты осы мәселе реттелмеген. Осыны пайдаланып бір жақ пайдаға кенеліп жатса, екінші жақ зардап шегіп жүр. Ерлі-зайыптылардың біреуі жұмыс істемеген болса, екіншісінің өзара келісім бойынша екіншісінің тапқан табысы ортақ табыс болып саналады. Бірақ та егер ерлі-зайыптың біреуі жұмыс істейтін жағдайда болып негізсіз жұмыс істемесе, немесе тапқан табысты басқа мақсаттарға жұмсаған болатын болса, онда заң табыс тапқан адамның тапқан табысын ортақ деп танымауы да мүмкін сот арқылы. Оның бәрін сот шешеді. Мысалы, бір ерлі-зайыптылардың біреуінде зайыбында өзінің мүлкі болады, некеге дейін. Некеге тұрғаннан кейін енді өзара келісіп үй болатын болса, осы үйді үлкейтейік деген шешім келеді. Кеңейтейік дейді. Ол бір үйді сатып, біреуінің жеке үйін сатады да қайтадан басқа үй алады. Басқа үй алынған кезде ол үй екеуінің атына тіркеледі. Яғни екеуінің ортақ мүлкі ретінде тіркеледі. Сол себептен де ажырасқан кезде сұрақ туындап жатады. Бұл үйге кеткен ақша менің мүлкімнен, менің бұрын есебімнен алынды ғой деген сияқты сұрақтар туындап жатады. Бір қарағанда заң бойынша ол мүлік неке кезінде алынғандықтан ортақ мүлік болып саналады. Екінші жағынан бұл жерде бір ерлі-зайыптың біреуінің құқығы бұзылып отыр. Себебі ол ортақ мүлікке кеткен ақша, оның некеге дейін жинаған ақшасы, некеге дейінгі болған мүлікті сатқаннан түскен ақша. Бұл жерде айта кететін мәселе, біздің халықтың арасында жалпы осы мүлікке келген кезде бір ұят деген бір өзара ұялып, бұл мүлікке бола сондай бір келісімге келу ұят саналады. Мысалы, ол мәселені қозғаудың өзі ұят. Ұят. Мысалы, енді отбасы болып тұрып жатқаннан кейін болашақта біз ажырасамыз, сол кезде кім ойлаған ондайды? Бөлеміз деп кім ойлайды? Сол себептен де олған көз жұма қарайды. Немесе бір ерлі-зайыпты ақшаларын жинап келеді де, үй алады, үйін алады да әкесінің немесе шешесінің атына тіркейді. Үлкеннің атына тіркейді деген ұғым бар ғой біздің халықта. Айналып келіп, бір күндердің күнінде екеуі ажырасуға шешім қабылдайды. Ал енді ортақ мүлікті бөлек десе, ортақ мүлігі жоқ. Екеуінде де жоқ. Бөлетін ештеңе жоқ. Біреу үйден кету керек. Көп жағдайда әйел кетіп жатады, бала шағасын сүйрейлеп. Баратын жер жоқ, даулайтын мүлік жоқ. Амалсыз заңгерлердің көмегіне жүгінеді, манағы мүлікке өзінің құқығын даулайды. Енді осы жерден барып, ары қарай егер ол үйде зорлық зомбылық болып жатса, әйелге баратын жер жоқ қой. Пана болатын жер жоқ қой. Пана болатын жер жоқ. Ондай жағдай өте көп. Сіз де бала өсіріп отырсыз, Тілек. Бір-екі түйір балаңыз бар. Ертең ол балалар үйленем десе, міндетті түрде жаңағы отбасылық келісім шарт дей ма?
Соны неке шарты. міне, Неке шартын жасауға сіз адвокат ретінде, болашақ құда ретінде соны басып айта аласыз ба өзіңіз? Ол өте жауапты қадам ғой, былай айтқанда. Өйтіп жаңа отбасын құрып жатырған балаларға ертең сендер ажырасуларың мүмкін деп айтудың аузың бармайды. Жамандық шақырма дейді ғой. Жамандық шақырма деп. Бірақ та енді біз айтпасақ та ол бала түсінетін жағдайда болу керек. Ол бала білетін жағдайда болу керек. Ол дегеніміз айналып келгенде құқықтық сауаттылық. Ол балаға өмірде болып жатқан жағдайларды түсіндіру керек. Және де бұндай жағдайдан қалай сақтанудың жолын түсіндіру керек. Оның барлығы неке шартын жасаудың қажеттілігін, жалпы халыққа неке шартын жасаудың қажеттілігін түсіндіретін, кеңінен түсіндіретін уақыт келді деп санаймын. Себебі заңда бәрі бар, бірақ орындалмайды ол. Орындалмайды. Оны тіпті некеге отырған кезде сол мына халықты тіркеу қызметкері ЗАГС дейді ғой, сол кездің өзінде түсіндіру керек. Себебі манағы айтып отырған жағдайдың барлығы егер де неке шарты болатын болса, мынандай даулар туындамас еді. Ешкім ауырып құламас еді. Ол адам үйсіз күйсіз жүрмес еді. Күйеуіне ажырасқан әйел бала шағасымен далада қалмас еді. Неке шартын жасау біз үшін, біздің халық үшін әлі күнге шейін бір ұят нәрсе болып саналады. Бұл еуропалықтардың әрекеті, оларда адамгершілік деген түсінігі жоқ деген ұғым қалыптасқан. Ол неке шартында тіпті баланың манағы болашақтағы үлесі де жазылып анықтауға да болады. Неке шартына көрсетуге болады. Менің осы некеге дейінгі жинаған мүлкімнен түскен кез келген табыстан алынған нәрсе тек қана менің мүлкім болып саналады. Сөйтіп көрсетілетін болса, ешқандай дау туындамас еді. Ал бізде қазір біздің қоғамда ондай неке шартын жасайтын адамдар кемдеген. Өте бай адамдар жасайды шығар. Өте бай адамдар жасауы мүмкін. Олар себебі олардың енді үлкен бизнестері бар. Олардан түсетін табыс бар. Олардың партнерлары бар. Артында үлкен компаниялар тұр деген сияқты. Олар жасауы мүмкін. Ал қарапайым халық оған бара бермейді. Олар ажырасам деп үйленбейді ғой ешкім. Әрине. Келесі кейске келейік. Сіз мынау Армениядан келген көлікке байланысты айтылатын дүниелер бар дедіңіз. Соған көшсек. Өзіңіз білесіз, осы 5-6 жылдың төңірегінде тиісті түрде Қазақстан Республикасында тіркелмеген, рәсімделмеген көліктер өте көп кіргізілді. Оған кезінде ешқандай шектеу болған жоқ. Кіргізілгеннен кейін үлкен дау туындады халықтың арасында. Бұл көліктерді тіркеу үшін төленетін баждың манағы көлемі өте үлкен. Оны көп ешкімнің қалтасы көтермеді. Сол себептен де көбіне рұқсат берді. Тіркеуге болады деп. Бірақ та уақыт бербеді ғой оларға. Уақыт берді. Бірақ сол уақыттан кейін кіргізілген көліктерге тіркей алмайсыңдар деді. Біз уақыт береміз, кіргізіп алдыңдар ғой. Тіркейсіңдер, одан кейінгі кірген көліктер өзің тиісті төлемдерін төлегеннен кейін барып тіркеледі деп сондай заң шықты. Бірақ ондай көліктерді кіргізу әлі тоқтаған жоқ, кіріп жатыр. Онда ана шекарада тұрғандардан сұрақ жауап алу керек қой. Жолдармен кіреді, уақытша деп кіреді, тағы басқа деген жолдармен де кіреді. Бұрын кіргізіліп тіркелмеген көліктер бар. Енді ол көліктерді адам алғаннан кейін бір күні сатады. Ол көлік ресми түрде тіркелмегеннен кейін, еш жерде біздің жол полициясында тіркеуде тұрмағаннан кейін, онымен ресми сатып алу сату шарты жасалмайды. Сатып алушының атына аударылмайды. Осы жағдайларды пайдаланып, қазір алаяқтардың көбі мысалы сол көлікті сатушы адамға барып ақшасын бөліп төлейін деп келісімге келеді. Екі ортада ана мүлік ретінде тіркелмегеннен кейін қарыз алу шарты түрінде, басқалай қолхат түрінде өзара келісімдерін жасайды. Ол адам бір-екі рет төлегеннен кейін алаяқ төлемейді, қашып кетеді. Ал автокөлікті дәл сондай жолмен үшінші адамға сатады. Ол үшінші адам, төртінші адамға сатады.
Енді ең бастапқы қожайыны өзінің ақшасын түгел алмағаннан кейін полиция органдарына шағымданады. Іс қозғалады. Іс қозғалғаннан кейін ана көлікті тауып, ізімен тауып, ол қазір камералар көп, қай жерде қандай көлік жүргенін анықтауға болады, штрафқа түсіп жатады. Адамдар да қызық, қалай қайда тығылам дейді сонда? Енді ол тығылам деп ойламайды ғой енді. Манағы сатып алған адам, сатып алдым деп құжаты болмағасын өзі сондай рискке барып сатып алады да, ақыр айналып келгенде көлікте жоқ. Ақшаны алайын десе, ол бірнеше адам бар ортада. Түбі айналып ана алаяққа келіп тіреледі. Алаяқ өзінің жазасын алып түрмеде отыр. Беретін ақшасы жоқ. Ештеңе келмейді. Болды, кетті. Содан сақтану керек. Кез келген қарым-қатынас, кез келген сатып алу жағдай ресми түрде рәсімделу керек. Ресми түрде рәсімделіп барып адамның атына тіркелу керек. Енді бұндай жағдайдың екінші жағында да осы бұқаралық ақпарат құралдарында да жазылып жатыр. Ресми түрде үй сатып алып, өзінің атына тіркеп, ақыр айналып келіп алаяқтарға жем болып жатқан адамдар да бар. Ол қалай? Мысалы, маған бір азамат жолықты. 50 миллионға үй сатып алған. Шарт ресми түрде нотариустер жасалған. Нотариус шарт жасар алдында базаға кіріп қараған. Бірақ 1-2 айдан кейін ана үйдің қожайынымын деп басқа адам келеді. Іс қозғалады. Тергеліп келген кезде соның алдында болған 2-3 нағыз қожайынның атынан, алаяқтың атына манағы жасалған шарт, қолдан жасалған нотариус емес, жалған құжат болып шығады. Масқара. Енді бұл қалай манағы тіркеу органдарында пайда болды деген сұрақ туындайды. Бұл жерде де тіркеу органдарының базасын бұзатын адамдар бар. Және де тіркеу органдарында жасайтын қызметкерлердің өзі қазір сотталып отырғандар жағдайлар бар. Себебі олар өздерінің манағы әрбіреуінде кіретін өздерінің кілті болады ғой. Базаға кіретін. ЕЦП емес, манағы қызметкердің кіретін кілті. Соны пайдаланып, манағы базадағы тіркелмейтін, жылжымайтын мүліктің тіркеулерін өзгертіп жатқан жағдайлар бар. Мысалы, оған жалған мәліметтер енгізіп, белгілі бір адамның атына тіркеп қояды. Әбден шарт жасалып болғаннан кейін қайтадан қалпына келтіре қояды. Оны қалай уақытында ұстауға болады? Оны енді қазір енді ол онлайн өтіп жатыр ғой. Ол өте күрделі мәселе. Жылжымайтын мүлікті онлайн рәсімдеуге болады деген шығып жатыр ғой қазір. Бар. Қазір ол өте күрделі мәселе. Себебі шарт жасалған кезде ол базада ана алаяқтың атында тұрады. Шарт жасалып болғаннан кейін қайтадан қалпына келтіре қояды. Ондай енді атын атамай-ақ қойып, бірақ сот үкімдері бар Қазақстанда. Сол мекеменің қызметкерлеріне қатысты шығып жатыр. Үйін қайтарып берген кейстер бар ма? Осындай жолмен кетіп қалып, содан кейін әділдікті орнатқан жағдайлар бар ма? Үйін қайтарып алады. Үй тұрады ғой. Үйді қайтарып алады. Ақша қолында. Мәселе сатып алған адамда. Сатып алған адам ол ақшасын алаяқтан ала алмайды. Алса да алу өте қиын. Егер ол алаяқта қолында ақша болса жақсы. Себебі ол тек қана бір фактімен айналысып жүрген адам. Артында ештеңесі жоқ адам болса. Артында ештеңесі жоқ. Бірнеше адамдар, бірнеше дәл сондай жәбірленушілер бар. Ол тіпті жақында ғана мен өзім өндірісімде болған емес, мен бұқаралық ақпарат құралдарына оқыған мәлімет. Полиция қызметкерлері мен мұғалімдер мемлекеттен үй алу үшін, мемлекеттік қордан үй алу үшін өздерінің атында тұрған үйлерде жасыру мақсатында манағы сол мекемеде жасайтын халыққа қызмет көрсету орталығы немесе және де жылжымайтын мүліктерді тіркеу орталықтары бар, ресми мекемелер, әділет министрлігінің қасында деймін. Соның қызметкеріне барып келісіп ақшаға өздерінің атындағы үйді манағы базаға кіреді, алып тастайды. Сосын олар справкалы болады.
үйі жоқ деген, сол анықтаманы пайдалана отырып мемлекеттен үй алуға құжат тапсырады. Жеңілдікпен алынатын үйлер бар ғой Ол қазір. енді қызметтік үйлер ғой. Қызметтік үйлер бар, иә. Қызметтік үйлер бар, жеңілдікпен берілетін үйлер бар. Енді ол нені айтады? Мен не үшін айтып отырмын? Яғни ондай оқиғалар, ондай мүмкіндіктер манағы сол мекемелерде жасайтын қызметкерлерде бар. Олар сондай алаяқтарға көмектесе отырып, мүліктің атында тұрған келісім шарттарды, манағы мүліктің кімнің атынан кімге аударылғандығы туралы бүкіл тарихын өзгерте алады. Ақыр аяғында алаяқтарға жем болатын қарапайым азаматтар. Жаңағы сіз айтып отырған халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы мамандарға осындай қылмыс үшін қандай жаза қолданылады? Қылмыстық жаза қолданылып. Қанша жыл? Енді мүмкін содан қорықпайтын шығар ол. Енді қанша жылға тағайындалған мен дәл қазір басып айта алмаймын. Бірақ олардың арнайы бап бар, манағы сол мәліметтерге, базаға өзгерістер енгізуге қатысты. Ол қарапайым қызметкерлер. Өздерінің сол мүмкіндіктерін пайдаланып, осындай қадамдарға барып жатады. Әрине, ол тегін емес, алаяқтарға белгілі бір сыйақыға жұмыс жасайды. Әрине, коррупция тағы да шығып жатқаны жемқорлық. Ол да сыбайлас жемқорлық бір түрі. Бірақ енді бұлар көп жағдайда олар манағы мемлекеттік қызметте болмағаннан кейін, ешқандай да бір сыбайлас жемқорлықтың субъектісі болмағаннан кейін, оларға арнайы бап бар. Сол бап бойынша жауап беріп жатады. Енді осы жерде келесі тақырыпқа, келесі кейске өтеміз. Жемқорлыққа байланысты жақында бірінші оқылымда мәжіліс мақұлдап, коррупционерлердің тізімі ілінеді деді. Содан кейін баяғыда пара беру, пара алу ғана қылмыс деп саналса, қазір параның беру алдында келісіп жатқан адамдарды, оларды да жауапқа тарту. Осыдан шығады ғой жаңағылар, енді келісіп жүріп жасады. Осындай жағдайлардан шығады. Мысалы, ондай жағдай пара алушылар мен пара берушілер, және сыбайлас жемқорлық тек қана үлкен лауазымдағы адамдарға қатысты емес. Ол қарапайым сол мектеп болсын, мектептің директоры немесе полиция деп жатырсыз. Полиция және де осындай мемлекеттік мекемелердің ішінде де көптеп орын алып жатады. Осындай жағдайларды болдырмау үшін және де халықаралық біріккен ұлттар ұйымының конвенциясына сай болу үшін, ратификацияланған келісімге сай болу үшін осындай өзгерістер енгізу туралы мәжіліс мақұлдады заң жобасын. Ол әлі енді қол қойылған жоқ осы күні. Әлі талқыланады. Әлі талқыланады. Бұл жобаға сәйкес қазіргі уақытта 366 бап бұл пара алу болатын болса, 367 бап пара беру деп аталады. Қазір ол баптарды мәжілістің жобасына сәйкес талап ету және пара алу, екіншісі уәде ету, келісу деген дәлмен атауын қазір ұмытып тұр. Уәде ету, пара беру деп аталады. Яғни адамдар белгілі бір лауазымды тұлғамен пара беру, пара алу жөнінде келісіп жатқанның өзі бұл аяқталған қылмыс болып саналады. Яғни аяқталған қылмыс пара берумен теңестіріліп, дәл сондай жауапкершілік қарастырылып отыр. Бұрындары бұл келіскен жағдай, бұл соңына дейін бір жетпеген болса, бір әртүрлі өзі бас тартқан болса адам, мысалы пара алудан сытылып кетуге болады жауаптан. Сонда жауаптылықтан кетуге болатын еді. Қазір оның бәрін күшейтілді, жауапкершілік күшейтілді. Сондай заң жобасы мәжілісте мақұлданды. Ары қарай енді өзінің ретімен президентке жеткенше талданып қаралатын шығар. Бірақ мен де сол халыққа осыны айтып отырған себебім, көп жағдайда адамдар пара беріп жатқанын түсінбейді. Халықтың ортасында бір келісу, сый беру, рахмет айту деген сияқты ұғымдар қалыптасқан. Мен өзім әлеуметтік желідегі парақшама көп келеді. Мынау мектепке тіпті еден жуушы болып орналасу үшін ақша беріп жатырмыз, Данапай деп жазады. Мұғалім болып орналасу үшін ақша сұрайды. Тағы да енді айтуға тура келеді, мынау оңтүстікте осындай жағдайлар көп. Сол жақтан келеді маған көп хат, өзім жекеме.
Сонда адам түсінбейді ғой, иә, уәде беріп жатқан. Уәде беріп жатқан түсінбейді. Енді қазір соның өзі қылмыс екенін түсіну керек. Иә, ол тіпті беріп жатады ғой адамдар. Беріп жатады. Ол пара берудің тіпті түсінігін білмейтін адамдар бар. Ол берді ме екен, мен жәбірленушімін деп санайтын, деп ойлайтын сияқты халық. Ал пара берудің де өзінің қылмыстық жауапкершілігі бар. Қылмыскермін деп тұрған жоқ қой өзін. Ол қылмыскермін деп тұрған жоқ. Ол енді белгілі бір өзінің енді құқықтық сауаттылығының деңгейінде ойлайды ғой адам. Осыдан тағы да қайталауға тура келеді құқықтық сауаттылық деген мәселе. Неге ол адамды қылмыскер деп санайды? Себебі ол адам белгілі бір заңда көрсетілген тәртіпке сүйенбей, манағы басшыға пара беру арқылы өзіне бір жеңілдік алып отыр. Дәл сондай адам жұмысқа кіре алмай жүруі мүмкін. Ал бұл адам келеді де ақша береді де жұмысқа кіріп кетеді. Ал ол ондай жағдайда өзін пара берушімін деп те ойламайды. Егер ұсталып қалып жатқан жағдайда ол парадан тіпті 30 еселенген, 40 еселенген айыппұлмен қатар, ондай айыппұл төлей алмайтын болса бас бостандығынан айыру жазасы нақты көрсетілген. Мына жерде тағы бір мынандай кішкентай деталь, бірақ деталь ол адам тағдырына өте қатты әсер етуі мүмкін. Я оң, я бұрыс болып шешіліп кетуі мүмкін. Бұл қылмысты дәлелдеу өте қиын. Кейде адамға көпе көрнеу жала жауып, менен пара сұрады деуі мүмкін. Я болмаса мен оған пара, мынау кісі маған пара берем деп уәде еткен деп жала жабуы мүмкін. Соны қалай дәлелдейсіздер? Мына процессуалды жағы қалай болады? Тергеу, тексеру. Бұл жерде пара беру, пара алу қылмыстарында ең басты дәлел болып, мына жедел іздестіру шараларының қорытындылары, материалдары, құжаттары. Соны қалай жүргізеді енді? Енді ол жедел іздестіру туралы шаралар туралы заң бар, закон об оперативно-розыскной деятельности. Енді бұл жағдайда қылмыстық іс қозғалмай тұрып, егер белгілі бір адам біреуге пара бергісі келіп жүр, немесе бір адам келіп, менен осындай адам пара алғысы келіп жүр деген ақпараттар түсетін болса, оны тексеру мақсатында манағы жедел іздестіру шараларын жүргізеді. Енді қараңыз, маған бергісі келіп жүр дейді. Ол жалақор болуы мүмкін. Мысалы, әппақ болып жүрген адамға күйе жаққысы келіп жүрген адам болуы мүмкін. Оны жала емес екендігін дәлелдеу үшін, яғни енді ол адамды пара беруші деп тану үшін оның кінәсін дәлелдеу керек қой. Ондай жағдайларда манағы жасырын шаралар бар, тергеу әрекеттері бар. Манағы жасырын камера арқылы. Қазіргі біздің құқық қорғау органдарының жабдықтары өте заманауи және де сондай мүмкіндік береді. Яғни телефондарын тыңдайды, WhatsApp-тарын қарайды. Телефон тыңдайды, WhatsApp-тарын тыңдайды, манағы үйіне немесе қызмет орнына жасырын камералар орнатуы мүмкін. Оның барлығы прокурордың санкциясымен заңды түрде жасалған жағдайда ғана дәлелдеме болып саналады. Қылмыстық іс қозғалғаннан кейін жасырын тергеу әрекеттері деген түсінік бар. Ол соттың санкциясымен ары қарай жасырын тергеу әрекеттері. Телефонды тыңдайды, камералар қояды, сыртыңнан тыңдауы мүмкін. Қазір дронмен де келіп тыңдайтын, видеокамераға түсіріп ататын ондай мүмкіндіктерді бәрі қарастырылған. Яғни айтайын деген, пара беруші, пара алушы деп қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін ең алдымен мықты дәлел болу керек. Дәлелсіз ешкімді жауапкершілікке тарта алмайды. Әрине ол жала жабуда жағдайларда кездесіп жатады. Бірақ тіпті пара беруші мен пара алушының екеуі білмей тұрып, сырттарынан түсіріп, манағы екеуінде қылмыстық жауапкершілікке тартып атқан жағдайларда көптен көп кездеседі. Себебі басшының кабинетіне келіп камера қойып кетеді. Ол басшының кіммен сөйлесіп, кіммен кездесіп отырғанын барлығын көріп, саралап, соның ішінде манандай оқиғалар, жағдайлар болатын болса, анықтап, тергеу жүргізіп, іс қозғап, тіпті соттан үкім шығып жатқан жағдайлар көп. Енді осындай шараларға барып отырғанымыз бұл мәжбүрлік па? Біріншіден бұл мәжбүрлік, екіншіден халықаралық стандарттар. Бұл жерде адамдар нені түсіну керек? Бұл пара берем деп, пара беруді тіпті ол үлкен күрделі бір мәселе деп ойламауы да мүмкін. Пара берудің артында үлкен жауаптылық тұрғандығын сезіну керек. Ол пара берушімен қатар
жауап беретінін түсіну керек. Және де пара бергенше, мысалы сіз айтып отырғандай еден жуушының өзін жұмысқа парамен алады деп отырсыз ғой. Иә. Еден жуушының енді 500 мың теңге беріп, ол қанша, ол қандай қажеттілік деп те Айына ойлаймын. 100 мың алса, мысалы сол 5 айдың ақшасын өзі ақ беріп отыр ана Иә. кісіге. Мен сонда түсінбеймін, логикаң қайда деймін да, Енді сол ақшаны өзің алайын деп отырсың ғой. Бұл парадан ең алдымен зардап шегетін міне осындай халық. Сыбайлас жемқорлықтан зардап шегетін халық. Себебі сыбайлас жемқорлық болмаса, ол адам тиісті түрде өзінің қабілет қарымына байланысты жұмысына орналасар еді. Ондай пара сұрау болмас еді. Иә, біз мына шетел мемлекеттерін әдетте айтамыз ғой, ол жерде пара деген мүлдем жоқ екен деп. Оған жету үшін олар дәл осындай процестерден өткен. Иә, Солай оған емес жету пе? үшін халықтың санасын өзгерткен. Ондай Осындай қатаң заңдар, заңдар қабылдаған. Айыппұлдармен. Қатаң жазалар қолданған. Осыдан келіп адам санасы бара-бара өзгереді. Өзгеріп келіп, бұл әркім әділетті қоғам құрамыз деп айтады ғой, біз әділетті мемлекет болу керек деп. Әділетті мемлекет бұл ең бірінші адамдардың өзінен басталады. Қазір мынау дропперлер деген пайда болды. Әдетте мынау біз баяғыда осы банк карточкасын жоғалтып алсақ, онша алаңдамайтын едік, цифрлық заман келмей тұрған кезде. Қазір жоғалған картаң жайлы сен банкке хабар бермесең, уақытында ол картаны блокқа салмасаң, сенің картаңды біреу тауып алып, сол арқылы алаяқтығын жасап жүре беруі мүмкін. Сонда сен үлкен бір қылмыстық схеманың ішінде жүргеніңді өзіңде білмей қалуы мүмкін. Сол дропперлер әлгі карта арқылы қылмыстың жүзеге асырылуына білмесе де көмектесіп жүрген адамдар жайлы не айтасыз? Енді дропперлер мәселесі осы соңғы бір жылдың ішінде көтеріліп жатыр қоғамда. Себебі алаяқтық қылмыс өте көп болып кетті. Телефон арқылы адамдарға несие алғызып, ол несиені белгілі шотқа аудартып, тіпті білімді деген азаматтарымыздың өзі соған көзі ашық, көкірегі ояу деген азаматтардың өзі түсіп жатыр. Өйткені ол заманның жаңа қылмыс түрі. Жаңа қылмыс, оны білмейді. Ешкім білмейді ғой. Білмейді. Ондай мен сізге мысал ретінде айтайын, қазір көп жағдай, мысалы біздің ортамызда да бар, басшымыздың атынан хабарлама келеді. WhatsAppқа. WhatsApp'ын бұзады бірінші. Соның номерінен, соның WhatsApp'ынан келеді. Сіздің бір аударымдарыңыз бар екен. Ол сіздің аударымдарыңыз деген, ақшаларыңыз деген шетелге соғысты қаржыландыруға, басқа да заңсыз әрекеттерді қаржыландыруға кетіп жатыр. Сол себептен ұлттық қауіпсіздік комитетінде осы жөнінде сізге сұрақтар туындап жатыр. Сізге осындай қызметкер хабарласады. Осы қызметкердің айтқан жасау керек. Оны басқа бөтен адамға айтуға болмайды. Себебі бұл құпия әрекеттер деп. Ондай хабарламалар әріптестерімізге де келіп жатыр. Біз өзіміз білетін болғасын, ондайға бармаймыз. Бірақ білмейтін адамдар ол ондай әңгімеге сеніп, манағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерімен деген адаммен байланысқа түсіп, оның айтуымен барып банктен несие алып, ақша алып, оны әкеліп, оның қызметкердің айтқан банкіне апарып, аударып, есеп шотына аударып, ақырында бір күннен кейін, 2 күннен кейін барып, есін жиып атқан азаматтар бар. Оның бір жағы, екінші жағы психологиялық тұрғыдан олар өте дайындалған кәдімгі гипнозға түсіреді адамды. Ол адамның әлсіз жақтарын біледі, толықтай зерттеген. Сол себептен де жетектеп әкеліп, өз қолымен бүкіл дүние мүлкін сатып, тіпті қалай істегенін өзі де білмей қалады. Бұл ақша айналып келгенде дропперлер арқылы кетеді. Дроппер дегеніміз манағы сіз өзіңіз айтып отырғандай есеп шотты пайдаланып алаяқтарға ақшаны шетелге аударуға көмектесетін адамдар. Осыған дейін ол адамдардың жауапкершілігі туралы мәселе көтерілмеді. Себебі олар білмедік, біз оның ақшаны алмадық, біз өзімізді алдады деген әңгімелер айтатын. Қазір бұл туралы ресми түрде ескертіліп жатыр. Және де бұл дропперлардың өзіне
қылмыстық жауапкершілікпен қатар алданған адамдардың алдындағы азаматтық жауапкершілік, яғни ақшасын қайтару туралы міндеттеме жүктейтін туралы заң жобасы дайын. Қаралып жатыр ма? Иә, қаралып жатыр, ұсыныстар енгізіліп жатыр менің білуімше. Яғни бұл не деген не? Бұл тағы да осы алаяқтықтың алдын алу және де кез келген осы азаматтарымыздың, көбінесе жас жігіттер бұның заңсыз екенін білсін деген ой. Екіншіден, материалдық түрде сол ақшаны далаға кетсе де, алаяқтар алып кетсе де, ол өзі өтейтіндігі туралы, жауапкершілік бар екендігі туралы ресми түрде ескерту керек дейсіз ғой. Өзгеріс енгізу. Мына жерде мынаны ескертіп жіберейік көрерменімізге. Дроперлер түскен ақшаның кішкентай ғана пайызын алады. Айталық, сіз миллион ақшаны алдау жолымен әлгі дроперге жібердіңіз. Миллион ақшадан дропердің көретіні 10 мың, 15 мың көп болса, қалған 900 мыңын ол шетел асырып жібереді. Кімге асырып жатқан ол көзімен көрмеген. Ол шетелдегі адамдар болуы мүмкін. Ол VPN арқылы кіріп отырған мүлдем бір үлкен бір кәдімгі қылмыстық схеманың басында отырған адам болуы мүмкін. Оны дропер білмейді. Білмейді. Ол дропер арқылы ешкім таба алмайсыз. Дропер ештеңе білмейді. Дропердің өзіне дәл осылай байланыспен шыққан. Кіммен сөйлесіп отырғанды. Оның шаруасы ақша табасың ба деп біреу звондайды. 10-15 теңгесін табу үшін оның ешқандай мен емес қой ақшаны алатын, ақша кетеді деген ой ғой. Оны алаяқтық екенін де білмеуі де мүмкін. Сол себептен де банк карточкаларын ешкімге бермеу керек, және жоғалған жағдайда бірден банкке хабарласу керек. Қазіргі қылмыстардың көбі сол жұрттың банк карточкаларын пайдалану арқылы жасалады. Ана салықтан қашу мақсатында біреу танысы сұрауы мүмкін. Банк карточканы бере тұршы, маған бір ақша түсу керек еді деген сияқты. Немесе дүкенге қойып қояды біреулер басқа біреудің банк карточкаларын. Таксистердің көбі өзінің карточкасын емес басқа аудар деп жатады. Оны көзбен көріп жүрміз ғой күн сайын. Ол енді жақын туысы болуы мүмкін, бірақ та дей тұрғанмен дұрыс емес. Дұрыс емес жағдай. Енді мына жерде маған жаңағы алдымыздағы тақырыппен, коррупциямен мына дроперлер арасында бір мынандай дүние ойыма келіп отыр. Сіз ойландыңыз ба бұл жайлы білмеймін, мен қазір сақ ете қалды ойыма. Егер мысалға жаңағыдай арандатушы WhatsApp'ты бұзып кіріп, біреудің WhatsApp'ына, біреудің атынан, мына кісі менен пара талап етіп отыр. Я болмаса мен мынаған біреулер пара бер деп отыр деген әңгіме жазылса ше. Енді бұл келесі кезеңі жаңағы қылмыстың. Сіз енді ол менің фантазиям қайда кетіп қалды? Бұл жерде енді тоқтатыңыз десеңші. Бәрі де қылмыстың шеңберінде жеке-жеке қаралатын мәселелер ғой. Яғни енді мынаны мен жазбадым десең. Оны ол бұзылған болса, оның телефонында болмайды ондай хабарламалар. Оның WhatsApp манағы бүкіл профилі басқа телефонға ауысып кетеді, былай айтқанда. Алаяқтардың. Ол телефонында біреуге сообщение, хабарлама жіберілген де болмайды. Оның барлығын енді әрине ондай жағдайлар болып жататын болса, қазіргі уақытта технология бойынша, технологиялар дамыған заман ғой. Құқық қорғау органдарында да өте көп оны тексеретін құралдар бар деп көріп жүрміз істерден. Оны дәлелдеудің қиыншылығы болмайтын сияқты, мен ойымша. Егер телефонды бұзып кіріп, біреуге уәде беріп, немесе біреудің атынан хабарлама жіберудің, сол кісі жіберді ме, әлде басқа кісі жіберді ме, оны анықтайтын мүмкіндіктер болады деп ойлаймын. Енді қазір Тілек адвокат практик ретінде мына заңымыздың кейде заманнан қалыс қалып жатқанын көріп жүрген шығарсыз. Осыған не айтасыз? Мысалы жаңа айтып отырсыз, дроперлер әбден мазамызды алғаннан кейін енді ғана дроперлер жайлы заң керек деп сөйлесіп отырмыз. Сізге алдыңызға осындай кейс келген кезде мынандай заң керек екен деп прецедентті көргеннен кейін айтасыз ғой. Осыған орай сіз мысалы мәжілістің тобына, жұмыс тобына кіруге мүмкіндіктеріңіз бар ма? Кімге хабарласасыз? Мынау жайлы айту керек екен деп, қоғамның белсенді мүшесі ретінде. Мен сізге бір мысалды айтайын. Мен өзім ұзақ жылдар бойы Атырау облысында адвокаттық қызмет атқардым. Ол жақтың өзіңіз білесіз, бекіре балық.
бекіре балық халықтың заңды заңсыз ұстауы, заңды заңсыз аулау бұл ұзақ жылдардан бері келе жатқан проблема, күрделі мәселе. Бір жағынан бекіре балықтар жойылып бара жатыр, соған байланысты тыйымдар енгізілді аулауға, оны тіпті тасымалдауға, алып сақтауға да ол заңмен жауаптылық қарастырылған. Екінші жағынан халыққа қара нарықта ол балықтар әлі күнге дейін сатылып жатыр. Бағасы да ондай қымбат емес. Халық, Атыраудың халқы мысалы, ол балықтар сатып алуға, дастарханына қоюға мүмкіндіктері бар, қара нарықта сатылып жатыр. Сондай жағдайлардың бір күні бір менде іс болды. Бір адамды үйінен қонақ шақырам, той өткізем деп көптеп салып, мұздатқышқа салып қояды кейбір адамдар. Дәл солай қара нарықтан алып той жасаймын деп мұздатқыштан салып отырған адамның үйіне полиция қызметкерлері келіп, әлгі балықтарды тәркілеп, үстінен қылмыстық іс қозғайды. Балығымен қоса алып кеткен ғой. Енді 339 деген бап бар. Ол жерде тыйым салынған жануарларды, балықтарды, оның ішінде киік те бар. Батыс Қазақстан облысының үлкен проблемасы. Соны аулау дейді, тасымалдау дейді, сақтау дейді, сатып алу дейді. Соның бүкіл барлық әрекеттерінің барлығына бір ғана жауаптылық қарастырып қойған. Яғни аулаған адам мен сатып алып сақтаған адамның жауаптылығы бірдей. Онан қарамастан осы бекіре балықтарының өзінің формуласы бар. Заң нормаларына сәйкес, нормативтік құқықтық актілерге сәйкес, әр балықтың килограммы бойынша оны қалпына келтіруге кететін ақшаны шығаратын формула бар. Бір балықтан, мен қателеспесем, 1 килограммнан 200 мың теңгенің шамасында. Одан да көп екен. Енді келіп қазіргі уақытта соттар 339 баптың көрсетілген жазаны алып, аулаған адамдарға да, оны сатып алған адамдарға да дифференциация жоқ. Бөлмейді, бәріне тағайындап жатыр. Манағыдай үйіне біреуден сатып алып, үйіне той жасайын деп отырған адам қазіргі уақытта 7 жылға сотталып, үстінен бәленбай миллиондаған ақша мойнына ілініп, мемлекеттің пайдасына өндіріліп, қазір отыр. Жазасын өтеп. Шығайын десе айыппұлды төлейтін жағдайы жоқ. Тіпті сорақысы баласына 2-3 килограмм балықты беріп жіберем деп аэропортқа, вокзалға барып жатқан әйел адамдар ұсталып жатыр. Үйінен сақтап сорпа алып ішем деп құрттай көлемде сатып алған адамдарды үйінен барып ұстап жатыр. Ал шынайы аулаған адамдар жауаптылықтан қашып отыр. Мен осы мәселені көтердім. Фейсбукқа да жаздық, жазбаған жеріміз жоқ. Жоғары сотқа да жаздық. Бірақ заң бар, заң бойынша үкім шығып жатыр. Бір қарағанда заңды үкім, екінші жағынан әділетсіз үкім. Әділетсіз. Сіздің айтып отырған кейсіңіз мынау есірткіге байланысты заңға да өте ұқсас болып тұр ғой. Кешегі мынау мефедронды жасыру, дайындау, әзірлеу, лабораторияның иесі болу дегенге де бір немен кететін еді ғой, бір баппен кететін еді. Яғни оны апарып жасырған адаммен ол есірткіні әкеліп содан бір қасында тұрған адамның өзі де сол 10 жылға кететін еді. Таза пайда тауып отырған, есірткіні дайындап отырған адамдармен екеуінің жауапкершілігі бірдей болатын. Қазіргі уақытта қойылған заңға сәйкес ол бөлінді. Енді сіздің сұрағыңызға жауап беріп кетейін. Бұл мәселені көтердік, мәжіліс депутаттарына жеткіздік. Қазіргі уақытта ол жұмыс тобына да кіргізді адвокаттарды. Атырау, Ақтау жақтан сайланған депутаттар жұмыс істеу керек бұнымен. Атырау, Ақтау жақтан сайланған депутаттар да көтерді бұл мәселені. Жұмыс тобының қарауында, бұл қазіргі енді әлі бұл жоба түрінде шыққан жоқ, бірақ жұмыс тобының қарауында, және жұмыс тобына біздер адвокаттар болып, оның жұмыс тобына қатысып жүрміз. Және сол жерлерде өзіміздің көзқарастарымызды, осы мәселені жұмыс тобында айтылды. Депутаттарымыз оны дұрыс емес екендігін
көздері жетті бұл заңның дұрыс қолданылмай жатқандығын. Себебі аулаған адамның жауапкершілігін бөлек, сатып алған адамның жауапкершілігін, сақтаған адамның жауапкершілігін бөлек қарастыру керек. Бұл жерде аулаушыларды құрықтамай, қара нарық тоқтамайды. Иә. Қарапайым халық, Сұраныс бар. сол жерде тұратын тұрғындар өмір бойы балық жеп келе жатқан адамдар. Одан басқа кейде мүмкін дастарханға ас та қойылмайтын да шығар. Ол балық жеп келе жатқан адамдар, ол балықты енді сатып алады. Қонағын сыйлағысы келеді. Былай айтқанда, Атыраудың бұл бір бренді ғой, былай айтқанда, балық, бекіре балығы. Ең қасиетті тағамы. Сол Маңғыстау мен Атыраудың бұл үлкен проблемасы қазір, екі облыстың. Әрине. Несі? Дәл сондай мәселе киікке де қатысты. Ол Батыс Қазақстан облысының проблемасы. Түрмеде азаматтарымыз отыр, үстіне миллиардтаған айыппұл манағы мемлекеттің іліп жіберген. Мысалы, киік далада еркін жүретін жануар. Қазір популяциясы өте қатты өсті. Өте қатты. Тіпті оны егінге де зақым кесір тиіп жатыр дейді. Бәрі де зардап шегіп отыр. Енді оны ұстап отырудың өзі, бақыттаудың өзі өте қиын болып отыр қазір. Ол өледі. Енді жануар болғасын, өзің өлім, мен де өлуім мүмкін. Мысалы, оның мүйізі, киіктің мүйізі айналымы тыйым салынған зат болып саналады. Дериванттар дейді мана. Ауылдың адамдары сол мүйізді тауып алады, жинап алады, немесе бір не ретінде, сувенир ретінде алып жүреді деген сияқты. Немесе оны далада жатқан затты жинап алып сатқысы келеді. Тіпті жинап алып, даладан жинап алып сататын адамдар да бар. Ал сол адамдарды әкеліп ұстайды да, сол киікті өлтірдің деп, сол киіктің бекіре балығы сияқты өзінің формуласы бар, бәленбай мың, бір басқа. Соны алып сол адамдарға соттағанмен қоймай, үстіне сол шығынды айыппұл шығады. Шығынды өндіріп жатады. Бұл жерде штраф емес, бұл мемлекеттің пайдасына өндіру. Бұл мәселеде мәжіліс депутаттарының назарында қазір, назарында бұл мәселе талқыланып жатыр. Өзгерістер енеді деп үміттенеміз. Әрине керек, әрине. Бұл жерде енді обал ғой қанша адам. Обал, заңгер депутаттар бар. Өзіміздің қатарымыздан, адвокаттардың қатарынан барған Абзал Темірғалиұлы Құспан мырзаны білесіздер. Сол кісінің жұмыс тобын жетекшілік етеді. Оның жұмыс топтың ішінде депутаттар да бар, құқық қорғау органдарының қызметкерлері де бар, өкілдері, адвокаттар да бар. Енді көзге ұрып тұрған, ақылға сыймайтын дүние ғой мынау сіздің айтып отырғаныңыз. Әрине. Өте қанша адам отыр, қанша адам айыппұл емес, шығынды өтеу керек деп. Ақша қаражатын мойнына арқалап. Сол міндетімен отыр. Ол миллиардтаған ақшаны кім өтейді, кім береді? Кім береді? Ол өмір бойына кететін жүк. Енді жаңа есірткіні айтып қалдық. Қаншама ата-ана, қаншама бауырларым сол 10 жылға кетті, жас балалар кетті деп жылап жүрген ата-аналар заңның қайта қарастырылуына ықпал етті. Осыған өзіңіздің көзқарасыңыз, біріншіден, біз әрбір заңды осылай жылап жүріп, еңіреп жүріп өзгертуіміз керек пе? Жаңа сіз балықты айттыңыз, киікті айттыңыз. Қоғам бірін-бірі тыңдайтындай жағдайға келу үшін не істеуіміз керек? Әрине, қабылданған заңдардың ішінде халықтың жағдайын, мұң-мұқтажына ескеріп шығарған заңдар, ескерілмей шығарылған заңдар кездесіп жатады. Манағы біз айтып отырған мысалдардан көруге болады. Бұл жерде енді заң қабылдаудың сапасына көңіл аудару қажет. Қазіргі уақытта енді бұл заңды қабылдайтын бізде мәжіліс қой. Ары қарай мақұлдайтын сенатқа кетеді, одан президенттің қол қоюына барады, алдына кетеді. Сол сатыларда кеңінен талданса екен дейміз. Қазіргі соңғы... Сіз сияқты эксперттердің, практик юристтердің сөзіне жүгіну керек қой. Мысалы, сізге айтайын, осының алдында қабылданған қылмыстық кодекс пен қылмыстық іс жүргізу кодексін қабылдаған кезде, осыдан бірнеше жыл бұрын, бұндай жұмыс тобы болмаған. Мысалы, бас прокуратура өздері өз құқық қорғау орындарымен дайындап келеді, мәжіліске келеді, мәжілістен ары қарай мақұлданып қол қоюға кеткен.
Қазіргі уақытта ол депутаттардың кең талдауына түседі кез келген заң нормасы, және ол жұмыс тобында өзім мана айтып кеткендей тек қана мемлекеттік органдар, құқық қорғау органдарының өкілдері ғана емес, адвокаттар, қоғамдық ұйымдардың солардың өкілдері мүшелері келеді, иә. және ғалымдар да Иә. кіргізіліп отыр. Мысалы үлкен сол саланы зерттеу жүріп үлкен еңбектер бар, сол ғалымдардың пікірі ескеріліп отыр, қабылданып жатыр қазіргі уақытта. Иә. Көп рахмет, Тілек. Біраз мәселе қозғалды. Біздің арнамызды көріп жүріңіздер, абай болыңыздар, аман сау болыңыздар.